Ескене, туған жер тұнған тарих. 1920 жылдары Қарағаш болысының құрамына енген Ескене жері болыстық ауылдар кестесінде Ескене ауылы маңындағы су жер аттары анық жазылған. 19 ғасырдың соңында, 20 ғасырдың басында Арқа жерінде Сайдалы руларының тығыз қоныстанған жерлері, қыстаулары Ақтау, Ортау, Қызылтау, Көкпекті, Қоянды су қотарылған. Ескене, Жаманадыр, Жақсы, Сарысу, Жаманадыр, Сарысу аралығындағы Кенеш кенеп таулары. 1929 жылы 16 тамызда Сәкен Сейфуллиннің ұсынысымен 1928 жылы құрылған Асан Қайғы ауданының аты Жанарқа деп өзгертілді. Сол кезде аудан құрамы 9 ауылдан құралған еді. Қазіргі Ескене ауылы 4-ші ауыл құрамына енді. 1929 жылы құрылған 4-ші ауыл өз кезегінде жер өңдеудің Талдыбұлақ, Қызылоба, Үлгілі, Талапкер, Аюбек болып 5 мойын серікке бөлінді. 1937 жылы Талдыбұлақ, Үлгілі, Талапкер, Ленин болып 3 колхозға бірікті. 1950 жылы Талдыбұлақ, Үлгілі колхоздарының жерлері Ленин колхозына қосылды. Колхоздың аты аудан көлеміне егін шаруашылығымен шықты. Ленин колхозы 1961 жылы Дружба совхозының құрамына енді. 1991 жылы Ленин бөлімшесі Дружба совхозынан бөлісіп, Ескене шаруа қожақтан одағын құрды. 2018 жылдың қаңтарында Байдалы би округінен бөлініп, 4-ші ақпанда Талдыбұлақ ауылдық округі болып толық бекітілді. Бүгінгі таңда Талдыбұлақтан шыққан тау тұлғаларымыз да аз емес. Қазақ өнерінде дәстүрлі әннің негізін қалыптастырып, өлшеусіз үлес қосқан Қайрат Байбосынов, Ғалым Мұхамедин, ел арасында Қарағойшы аталып кеткен Сембі Мұхамединдер ән музасының негізін қалап кетті. Күй өнерінің кірпішін қалар. Күй регесін жайған күйші Фазыл Тұтқабеков, күйші Мирам Ұлмағанбетов қалыптастырған күй әлемінің күмбездері өз алдына бір төбе. Жасын ғұмыры жалт етіп жұлдыза яққан эстрада әлемін мойындатқан әнші Биғазы Тұтқабековтың әндері еш ұмытылмайды. Талдыбұлақ елінің шежіреге толы әлемін Ескене таулары мен қыраттары жасырып ақ жатқандай.